Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздерге Шек ғылыми фантастикалық сериалының ең қызықты эпизодтарының бірін қысқаша айтып беремін. Нью-Джерсидің көшелерінің бірі. Еркек өтіп бара жатқандарға мұқият қарап тұр. Оның назарына жас әйел түседі. Сағатына қарап тұр. Кедейге ақша тастады. Гүл иіскеді. Букет сатып алды. Және дүкенге кірді. Еркек назарын бағдаршамға тастады. Артынша келе жатқан автобусқа қарайды. Сосын көше кафесіне отырған еркекті байқайды. Өтіп баратқан көліктен шашаған су тамшыларына назар аударады. Көзін анда тұрған хат жәшігіне салып, сонда аттанып, оған қарапайым қаламсапты құламайтындай етіп қойып, біртүрлі күліп қояды. Сосын ана жақтан велосипедпен біреудің шыққанын көреміз. Әлгі әйел гүл ұстап, бағдаршам жанғанын күтіп тұр. Өтіп баратқан көліктің шашандысы қаламсапты құлатып, оны әлгі сырттағы джентльмен көріп, орнынан тұрып баратса, оны байқаусызда велосипеддегі жігіт соғайын деп қалып, сырттағы көкөніс дүкеніне соғысады. Сатушы оған ұрсып жатқанда, ана жақтан келе жатқан автобустағы жүргізуші бағдаршамға қараудың орнына ұрысқа назар аударып, байқаусызда әйелді соғып кетеді. Ал ана еркек түк болмағандай жөнмен жүріп кетеді. Шек деп аталатын бөлімнің штаб квартирасына ауысамыз. Онда Оливия Данем кіріп, өзінің қабатына көтеріледі. Оған көрші столдағы еркек келеді, агент Чарли. Олар әзіл-мәзілдерін жалғастырып, оқиға орнына шығады. Кеше автобус жүргізушісі бағдаршамда байқамай бір еркекті соғып кетіпті дейді. Дәл сондай оқиға бүгін де қайталанды. 2 автобус, 2 өлім. Бірінші құрбан болған Кол Арнет, 40 жаста, жұмысқа бара жатқан. Агенттер оқиға орнына келеді. Онда агент Ли де жетіп келеді. Бір ауру жұқтырған соң ол медицина қызметкерлерінің назарында жүр. Саусақ іздерін анықтаған соң, қайтыс болғанның кім екендігі анықталады. Ол Джиллиан Фостер. Алыс емес жерде өмір сүрген. Автобус жүргізушісі болса, делік жылауға әзір тұр. Ол алдын ешқашан адам соқпаған дейді. Агенттер бұл қарапайым жол апаты бізді неге дәл мұнда шақыртып алды деп түсіне қоймайды. Сол арада Ли жерде жатқан қарапайым шарикті қаламсапқа назар аударады. Ондай түрлердің шықпағаны біраз болған екен. Бәлкім еркек соны байқап, алам деген сәтте велосипедтегі жігіт оған соғысуға сәл қалып, дүкенге соғысқан болар. Қаламсап оласпалы реакция тудырған ау. Кейіндеу Ли алғашқы қорытындыларды баяндайды. Автобус жүргізушісі шөп жұлып жатқан адамға қарап ойы бөлінеді. Екіншісі көкөніске құлағанның ұрсына қарап қалды. Бәлкім себеп мұқиясыздықтан туған болар. Чарли құрбан болғандар арасында ешқандай ортақ нәрсе таппайды. Біріншісі Арнет ауруханада қызмет еткен. Екіншісі Фостер Грексон электрик компаниясында жұмыс жасаған. Олар арасында ортақ таныстар анықталмады. Сол арада Ли бірінші оқиға орнынан жаңа ғана көргендей қаламсапты байқап қалады. Біреу бұл жазатайым оқиғаларды әдейі ұйымдастыратын тәрізді. Бірақ мұндағы агенттер күнделікті осысында таң қаларлық нәрселермен кезігеді. Осыншама адамның қатысуымен аяғы өлімге алып келетін оқиғалар тізбегін бір ғана қаламсап арқылы жасауға болады ма? Егер де біреу осының барлығын ықтималдылығын есептеп жасаса ше? Сол арада тағы да автобустың қатысуымен болған авария жайлы ақпарат келеді. Агенттер дереу жолға шығады. Куәгерлер жолға ит жүгіріп шығып кетті дейді. Әйтсе де ешкім көз жұмбапты. Сол сәтте Оливия жарақат алған әйелдің қасынан қаламсаптың дөңгелеп шыққанын көреді. Әйел дереу жан-жағына көз салса, анда жолдың үстіндегі көпірде басқаларына қарағанда жай барақат түрмен тұрған еркекті байқайды. Сол арада жолға шыққан еркек автокөліктің астына түсіп арғы дүниелік болады. Оливия дереу анаған жүгіреді. Ол себептен себепсіз велосипед алып лақтырып жібереді. Оливия көпірге шығып, түк болмағандай сабыр түрмен тұрған еркекке қаруын бағыттайды. Оливия оның қолмен былай жасағанын көріп, қазір тағы да бір нәрсе болады дейді. Ол оған қолыңды артқа көтер дейді. Ол бұйрығын орындайды. Ал анда бір көлік велосипедті көріп бұрылыс жасайды. Еркек бәрін білгендей секіре салып дәл көліктің үстіне түседі. Сосын мазақ қылғандай былай жасайды. Кешіріңіз. Оливия мүлдем түсінбейді. Ол қалай автобус жерде жатқан великті көріп жолын ауыстыратынын білді. Қалай дәл сол сәтте секіру керектігін қарамай тұрып білді. Ли сұрақты басқаша қояды. Қалай емес, неліктен дәл сол адамдарды өлтіріп жатыр. Олар арасында бізге әлі беймәлім ортақ нәрсе болу қажет. Соны табуымыз керек. Өлтіруші еркек өзінің үйіне келеді.
онда оны уайымдап отырған қарындасы күтіп отыр. Ол оған сені олар іздеп жүр. Қазір ондағыларға қоңырау шалам десе, еркек қыздың қазір не істейтінін компьютер сияқты есептеп беріп, жоқ, сен қоңырау шалмайсың дейді. Қыз, мен саған есептеп беретін сан емеспін деп жындан оған мынаны көрсетеді. Кейіпкер өзімен өзі үндемей қалып, қойшы, құртшы мынаны деп шығады. Қыз, саған осыны берген анамызды ұмыттың, осыны ұмытпа, саған еш нәрсені дәлелдеудің керегі жоқ, мен бұған келісім бермеуім керек еді деп өкінеді. Мұнда Оливия мен Чарли қайтыс болғандар арасында ортақ нәрсе табады. Джулиан Фостер ауытқуларды емдеуге бағытталған аурухананың филиалдарының бірі. Грегсон электрикте консультант ретінде қызмет етіпті. Бірінші құрбан дәл сол жақта жұмыс істеген екен. Агенттер ауруханаға аттанады. Оливия қолдарына дәл оқиға орындарындағыдай қаламсап ұстаған пациенттерге назар аударады. Доктор Левин психикалық ауытқуларына байланысты олар компьютерде жұмыс жасай алмайды. Сондықтан оларға жазып түсіндіру оңайырақ дейді. Мәйт болғандардың суретін көрсетсе, ол үшеуін де бірден таниды. Доктор оларға осыдан бір жыл алдын басталған ғылыми зерттеулердің жазбасын қосып береді. Барлық сынақта өткендердің IQ-і 60-тан төмен болған екен. Зерттеудің мақсаты олар өз-өздеріне қарай алатындай жағдайға жеткізу болатын. Оливия сол сәтте одан өткен жолы миға кіріп шықпайтындай жолмен қашып кеткен еркектің бейнесін көреді. Доктор бұған таң алмайды. Бұл Майла Стэнфилд. Бұл оның осыдан 5 ай алдыңғы кейпі. Мұнда оның IQ-і 56. Ауыр когнитивтік ауытқуы бар. Ал келесі жазбаларда ол ешқандай қателіксіз күрделі математикалық есептеулерді шығарып жатқан көреміз. Бұл бірінші емделу курсынан кейінгі жағдай екен. Ал жалпы онда емделудің 5 курсы болған екен. Оның интеллекті күннен күнге өсіп, курс аяқталған соң оны бұрынғы қалпына қайтаруымыз қажет болған дейді. Оливия енді түсінгендей болады. Еркек қабілетінен айырылмас үшін оны бұрынғы қалпына оралуын қамтамасыз ететін Кол Арнетт пен Джулиан Фостерді өлтіреді. Ал соңғы қайтыс болған реабилитация маманы клиникаға жұмысқа кеше ғана кірген екен. Ауруханадан шығып, агенттер болып жатқанды талқылап, Ли дұрыс айтыпты, бұл еркек оқиғалар тізбегін іске қосудың шебері. Сол мезетте Майла оларды аңдап, ықтималдықты есептеп тұрған көреміз. Екеуі Майланың қарындасының үйіне келіп, оның ағасының қолынан қайтыс болғандар жайлы айтқанда, қыз шок болып, мен оған сеніп, емделсін деп берсем, неге айналып кетті деп алаңдайды. Маделин оларға, міне ағам маған мына хатты берді дейді. Қараса ол, мен Патриция қонақ үйінде болам деп жазыпты. Чарли, бәлкім ол бұны да есептеп қойған болар. Бәлкім бұл да тұзақ болар деседі. Біз тіптен осылай ойлағанымызда ойлап қойған шығар. Қиын жағдай. Агенттер отельге аттанады. Ол сонда тұрып, Оливияның кірпіштер астына түсіп өлуін ойша санап-манап тастайды. Бәрі еркектің ойындағыдай іске аса бастайды. Оливия Майланы көріп, қуғынға түсіп, зауытқа кіріп кетеді. Іште кислород жетіспейді деген белгіні байқаймыз. Бұл дегеніміз, ішке кірген әрбір адам ингалятор алып жүруі қажет. Ал келесі сценада қыздың үстіне кірпіштер топырлап түскен көреміз. Бірақ бұл әзірге тек еркектің ғана ойында. Ол ингалятормен ары қарай жүгіріп кетеді. Қыз тоқтамай артынан қуады. Майла оның қуып келе жатқан қызға қалай кірпіштер құлаған көргісі келіп тоқтаса, қыз қалай екені белгісіз одан өтіп аман есен қалады. Майла, бұл қалай? Мүмкін емес. Бәрін есептеп қойып едім ғой деп таң қалады. Оливия қылмыскерді ұстап алғанмен ингаляторы болмаған соң тұншыға бастайды. Келіп жеткен Чарли еркектің аяғына атып, қызға ингаляторды созады. Майла оны алып кетеді. Чарли болса, қызға неге протоколды бұзып, қауіпті зауытқа кіріп кеттің және де қалай кірпіш құлағанда аман қалдың десе, қыз білмеймін деп өзі де таң қалады. Маделин оның ағасы қамалған клиникаға келеді. Еркек күні бойы компьютердің экранында отырып, бір нәрселер есептеп отыр. Дәрігерлер оған препарат қатты ықпал етіп, оны бұрынғы қалпына келтіру мүмкін емес дейді. Олардың айтуынша, ол көретін схемалар адам миына кірмейді. Оны тек компьютер ғана түсіне алады. Соңында қарындас келіп, оған аттың фигурасын тастап кетеді.